сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге мастопатия және оны үй жағдайында емдеу жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мастопатия әйелдің омырауында болатын дерт. Бұл кез келген жастағы келіншектерді мазалауы мүмкін. Әсіресе 25-50 жас аралығындағы әйелдерде жиі кездеседі. Мастопатияның пайда болуына ең алдымен гормоналды жүйенің бұзылуы себеп болады. Егер сүт безінің ауырсынуы мазаласа, онда маммолог дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Дәрігер ауруды анықтап ем жолдарын ұсынады. Десе де, халық әдісімен де дертіңізге дауа таба аласыз. Бал бактерияға, зең ауруына, суыққа қарсы керемет дәрі болып табылады. Оған қоса иммунитетті көтеріп тыныштандыратын да қасиетке ие. Осының арқасында бал көптеген ауруға ем болады. Соның ішінде мастопатияны да емдеуге қабілетті. Оны қолдану өте қарапайым. Қырыққабаттың жапырағын алдымен жылы сумен жұмсартып алыңыз. Сосын бал жағып сүт безіне қоясыз. Одан бөлек қызылшаны күштен өткізіңіз. Дайын болған езбеге бал қосып қырыққабат жапырағына жағып, екі көкірегіңізге қойып, сыртынан пленка орап қоясыз. Емді ұйқыға жатар кезінде жасаған жөн. Осылайша үзбей 1 ай жүргізсеңіз, ауруыңыздан біржолата құтыласыз. Грек жаңғағы. Грек жаңғағы адам ағзасына қажетті пайдалы заттармен байытылған. Мастопатияны грек жаңғағымен емдеу мерзімі 3-4 кезеңнен тұрады. Әр ем 2 айға созылады. Жаңғақ қабығынан тұнбаны дайындау. Жаңғақ тұнбасын дайындау үшін 30 жемістен бөліктерді алып тастап, алынған қабық үстіне 100 мл 70% спирт құйып, қақпағын жауып қойыңыз. Ыдысты күн тимейтін салқын жерге қою керек. Тура 1 айдан соң дайын болған қоспаның 15 тамшысын 50 мл суға араластырып, тамақтанудан алдын ішесіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Камфора майы. Бірдей көлемде камфора майы мен спиртін араластырыңыз. Оны шыны ыдысқа құйып, ыдысымен ыстық суға саласыз. Ысыған кезде қабатталған дәкеге малып алып, көкірегіңізге қойыңыз. Емді кешке ұйқыға жатар кезде жасаған жөн. Таңертең дәкені алып, жылы сумен жуасыз. Емделу мерзімі 2 апта. Мастопатия қауіпті дерт. Егер қандай да бір жайсыздықты байқасаңыз, дереу емделуге кірісіңіз. Уақыт созып асқындырып алсаңыз, қатерлі ісікке әкелуі мүмкін. Достар, бұл видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.